мына кісі бүгіннен бастап сенің енешкің болады бұл кісі. Бүгіннен бастап осы кісі сен ары қарай тағдырыңды, өміріңді шешетін осы кісі. Әсет, дұрыстап тыңдап ал. Егер де мына сенің енеңнің настроениесі болмаса, сенің де настроениең болмайды, түсіндің бе? Егер де мына сенің енеңнің настроениесі болып, бұл кісі жайнап, құлпырып, жадырап жүрсе де, все равно сенің настроениең болмайды, түсіндің бе? Осындайдан сен енең жақсы көресің бе? Ойланып қалдым, жақсы көремін деп отыр екен, бір қол соғып қойыңыздар, молодец. Енді Әсет, жақсы көретінді докажи, на деле де покажи. Жолда жатқан қыз жоқ, енемді жақсы көремін деп атсың, қазір мен сені санаймын, бірден 5-ке дейін санаймын. Сол тұрған орныңнан жүгіріп келіп, енеңнің бетінен сүйіп, жүгіріп барып орныңа отырып үлгеру керексің. Мен тез санаймын, үлгермесең жақсы көрмейсің деген сөз. Дайынсың ба? Готов? Дайынсың ба? Кеттік ал. 1, 2, қошемет қайда? 3. Босай. 3,5. Уже 5 болды ғой. 4,5. 5. Ой, молодец. Енесінің алдында кәдімгідей зыр жүгір жүр ғой. Әсет, енеңнің бетінен сүйдің, сонда өз мамаңның бетінен сүймейсің ба не? Өз мамаңның бетінен сүйді, келе қойыңыз, Әсет, құдағай, келе қойыңыз. Күйеу бала, жарқыраған жұлдыз болып жанбасаңда, сен министр бастық әкім болмасаң да, сені жақсы көремін мен әрқашанда. Ай, күйеу бала, бұла жеңді бала қылып алдасаң да, қасымызда өмір бойы қалмасаң да, қайын жұртты ойлап қойшы анда-санда. Ой, күйеу бала. Молодец. Әсеттен саған бірақ сұрағым бар, сонда менің бетімнен кім сүйеді? Қалай. Енді ата-аналар бұны істетіп атқан себебім құда мен құдағи қанаттыға қақтырмай, тұмсықтыға шоқтырмай, аялап, баптап, оқытып, тоқытып өсірген қызымызды сіздерге аманат қып тапсырып жатырмыз, сіздерге қызмет етсін деп беріп жатырмыз. Дәл осылайынан алдарында жүгіріп жүріп сіздерді бақытты қылсын деген ниетім бар. Енді сіздерге де күйеу бала құтты болсын, күйеу бала емес өздеріңіздің ұлдарыңыздай болсын, ол құтты болсын. Сіздерді екі жаққа бөліп жармай, екі жақты да ата, ана, әке, шеше деп сыйласын, құрметтерсін, ризашылықтарыңыз алуға тырыссын деген ниетім бар. Алла жаса, денсаулықтарыңыз мықты тәуір болсын. Алғашқы немерелеріңіздің мінезі салмақты ауыр болсын. Оған 5 ұл мен 5 қыз бауыр болсын. Немерелеріңіз қосылып бір қауым болсын, ал шөберлеріңіз қосылып бір ауыл болсын. Ал мына сіздер 100 жасқа жеткен кезде қолдарыңыз памперс ауыстырудан жауыр болсын деп ата-аналардың құрметіне бір қол соғып қояйық. Нағыз құда-құдағи болды.